үшін кейбіреулеріңіздің өміріңіз менімен байланысқаннан кейін өзіңіз ойлағандай болмай жатады. Яғни керісінше кері қарай домалып кетесіз. Бұл енді жалпы жақсы белгі. Себебі сіз енді осындай психолог немесе трансформатор адамдарды іздедіңіз YouTube'та, яғни өзіңіздің өміріңізге қазір көңіліңіз толмайды деген сөз, яғни басқаша бір деңгейге өзіңіздің өміріңізді көтергіңіз келеді. Бірақ сол менімен хабарласқаннан кейін, менен бір кеңес тапсырмалар алғаннан кейін, міне бітті, мен енді өмірдің сырларын біліп алдым, енді маған ақша келе бастайды, қарым-қатынасымды нығайта бастаймын, абыройлы бола бастаймын деп ойлайсыз, бірақ сізді кері қарай теуіп жібереді өмір. Себебі сіздің бұрынғы заңдарыңызға, яғни денеңіздегі, санаңыздағы заңдарыңызға басқа бір заңдар орнатылды. Басқа бір бағдарлама орнатылды. Сізді мен перепрограммирование жасадым. Сонда сіздің ескі заңдарыңыз, ескі бағдарламаларыңыз кеткісі келмейді. Олар кету үшін мына сізге орнатылған жаңа бағдарлама сол бұрынғы вирустарды сілкіту керек, ерту керек. Ол біз ойлағандай банағы ыдыс-аяқ жуғанда банағы ыдыс-аяққа фейри құямыз ғой, сол сияқты баны еріп кетеді деп өзімен өзі ойлаймыз. Негізінде олай болмайды. Біз адам болғаннан кейін біз қарым-қатынаста, жалпы осы әлеммен, кеңістікпен, басқа бір адамдармен қарым-қатынаста дамимыз. Адамның күні адаммен деген бар ғой. Сондықтан сіз мысалы айына 5 миллион теңге ақша тапқыңыз келеді. Бірақ сіз қазір 200 мың теңге тауып жүрсіз, дұрыс па? Сол қазір айналаңыздағы араласып жүрген адамдарыңыз, достарыңыз, немесе сол барып жүрген жұмысыңыз, сол сіздің арманыңызға сай келмейді. Мен сіздің ниетіңізге, арманыңызға байланысты сізге бағдарламаны енгіземін, бірақ ол сізге ауыр тиюі мүмкін. Себебі сол достарыңызбен, немесе қасыңыздағы сүйген жарыңызбен, ата-анаңызбен, тіпті балаларыңызбен айқай-шу, ұрыс-керіс көбейіп кетуі мүмкін. Себебі сіздің бағанағы ескі заңдарыңыз сол бұрынғы сол қарым-қатынаспен бір деңгейде тұрды. Енді сізге жаңа бағдарлама енгізілгеннен кейін, ол бағдарлама өзінің күшін, былайша айтқанда, өзінің күшін көрсете бастайды. Сол сізге енгізілген жаңа бағдарлама бұрынғы достарыңызға, бұрынғы жұмысыңызға сай келмеуі мүмкін. Сол уақытта сіз жұмысыңыздан кетуіңіз мүмкін. Мысалы, сол жұмысыңызға жабысып алып жүрсеңіз, яғни жоқ, мен айырылмайым деп, бірақ сіздің арманыңыз басқа жұмыс, немесе басқа бір кәсіп деген сияқты. Сол уақытта сіз аяғыңызды сындырып аласыз. Мысал айтамын, мен мысал ретінде айтып отырмын. Немесе қатты ауырып қаласыз, яғни жұмысқа сол баратын мүмкіндігіңіз болмай қалады. Сол жұмыстан ертеме кешпесіз қуыласыз. Яғни ауырып жатырсыз, ауруыңызбен сол күресіп жатырсыз, оның үстіне бастығыңыз телефон соғып, немесе хабарлама қалдырып, сізді жұмыстан қуып жатады. Мәссаған, не болып кетті деп, бағана сіз өзіңіздің басыңызды ұстайсыз. Не үшін осы бір рухани жолға кірдім деген ойлар келуі мүмкін. Не үшін сол Артурға хабарласып, сол не жөнім бар еді деген сондай бір ойлар келуі мүмкін. Негізі осының барлығы жақсы хабарлар. Не үшін сіз ойлайсыз ба, әрдайым осындай бір қиын жолмен, бағана жақсылық, жаңалық қиын жолмен келеді деп? Жоқ. Не үшін бұлай қиын жолмен келіп жатыр? Себебі сіз ниеттендіңіз, бірақ сол ниетіңізге байланысты қимылдарды жасамай жатырсыз, немесе дұрыс жасамай жатырсыз. Сондықтан сіз сол қимылдарды осы материалдық өмірде дұрыс жасамай жатырғаннан кейін өмір өзі сізді сол жолыңыздан, қазіргі жолыңыздан тайдырады. Себебі сізге басқа бір жаңа жол, жаңа сценарий дайындалып қойылған. Жалпы сіз өзіңіздің түп санаңызбен, өзіңіздің арман, ниет, мақсаттарыңызбен сол
ойларыңызбен сол бағанағы жаңа өмірді дайындап қойдыңыз. Бірақ сол бұрынғы бағдарламалардың кесірінен, қорқыныштың кесірінен, сол қазіргі барып жүрген жұмысыңыздан, достарыңыздан айырылмай тұрсыз. Сондықтан сізді қолыңыздан соғып, өмір айыртады. Егер сол сізге ауыр тимесін десеңіз, өмірге сеніңіз. Өмірге сенгеніңіз, осындай бір өзгерістерге сенгеніңіз, Құдайға сенгеніңіз. Егер сіз мен Құдайға сенем, әрине деп жүріп, бірақ осындай бір белгісіз жағдайлар өміріңізде орын алып жатырса, соған сіз қиналып жатсаңыз, ол сіздің ешқандай сеніміңізді білдірмейді. Яғни Құдайға деген сенім осындай жағдайлармен сыналады. Егер сіз бұндай бағанағы өміріңізде бір трансформацияны, осындай бір катастрофаны қаламасаңыз, армандамай-ақ қойыңыз. Егер армандадыңыз ба, өмірге сеніңіз. Ауырып қалып жатсаңыз, жұмысыңыздан қуылып қалып жатсаңыз, жұбайыңызбен ұрысып қалып жатсаңыз, достарыңызбен керісіп қалып жатсаңыз, бұның барлығы мен үшін, өзім үшін, осының барлығын өзіме тілеп алдым деп өмірге беріліңіз. Сол ауырып қалып жатсаңыз, өзіңіз аяп алыңыз. Кезінде мүмкін бала болған кезіңізде, сәби болған кезіңізде сізге махаббат жетпеген шығар, сол махаббатты дәл қазір өзіңізге беріп алыңыз. Сонда ғана сіздің өміріңіз сіз ойлағаннан да жоғары дәрежеде орындалады. Сіздің арманыңыз орындалады. Енді тағы бір мәселе бар. Мен мысалы өзім сегіздікпін, нумерология бойынша. Жалпы сегіздіктер басқа бір адамның өміріне трансформация үшін беріледі. Менің энергиям сондай. Менің достарыммен мысалы сөйлессеңіздер, мен бір жеңіл, оңай дос болатын адам емеспін. Әрине мен достыққа барымша берікпін, бірақ мен, қалай айтсам болады, мен оп-оңай адамды ауыстыра салам. Ол әрине сол бір адамдарға ауыр тиеді. Мен бірақ осы соңғы менің сол сабақтарым өмірден болып жатқан адамдарға жабыспау, жармаспау. Себебі мен сол адамдарды оңай жіберіп өзімнің өмірімден сол басқа бір ортаға оңай сіңе бастасам, сол адамдардың, мен қай адамның өмірінен кеттім, сол адамдардың өмірі бір қалыпқа келе бастайды. Себебі мен әрдайым даму үстіндемін, әрдайым және айналамдағы адамдардан соны талап етемін. Егер ол адамдар сол менің талабыма сай болмаса, мен оп-оңай кетіп қаламын. Сондықтан бұл менің жамандығым емес, бұл менің өзімді ойлағаным, яғни өзіме деген махаббатымның беріктігі. Сосын әрине бұл жағдай ол адамдарға да жақсы бір сабақ болып, жақсы әсер етіп жатады. Себебі олар да өздеріне көңіл беріп, өздерін бағана ойлай бастайды. Артур солай істеді ғой, мен де неге солай істемеске, мен де неге әркімнің бағана көңілін аулау үшін шауып жүрмін, мен де неге өзімді ойламасқа деп өздерін ойлай бастайды. Бұл негізі керемет жағдай, керемет жаңалық, керемет бір өзгеріс сол бір достарымның өмірінде. Содан кейін бірнеше уақыттан кейін мен кейбір сол достарыммен көрісіп жатқанда олардың өзгерісін өзім байқаймын. Яғни бұның барлығы дұрыс болған, сонда көремін, сонда көзім жетіп жатады. Сондықтан өзгерістен еш қорықпаңыздар. Хабарласыңыздар, барынша сол трансформацияңыздың, яғни өзгерісіңіздің жеңіл өтеуіне мен септігімді тигіземін, яғни сол көмегімді беремін. Рахмет.